Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен марафонның алғашқы сабағын бастаймыз. Финансист болатты марафоныма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыз жалақы алған күні деп аталады. Яғни жалақы алған күні көбіміздің жүгіретініміз анық. Біз жалақы алған сәттен бастап дүкенге жүгірмейміз. Осы ережені мықты есіңізде ұстап алыңыз. Өйткені қазір қалай екенін түсіндіретін боламын. 30 күн бойы сарыла күткен жалақы қолға тиген кезде көбінің дүкенге немесе супермаркетке жүгіретіні анық. Алайда ай сайынғы табысыңыздың бір бөлігі артылсын десеңіз, бұл ойдан бас тартыңыз. Себебі қалтада ақша бар кезде адамдардың дені ойланбай сауда жасайды, қажетсіз дүниелерді сатып алады. Сондықтан ең алдымен үйге келіп керекті заттардың тізімін жасап алғаныңыз жөн. Осылайша сіз айлығыңызды ұқыпты жұмсайтын боласыз. Және де бұл сіздің табысыңыздың артуын және де ақшаны оңды-солды шашпауыңызды қамтамасыз етеді. Пайдалы кеңестер болса лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда ақша туралы толық ақпараттар айтылатын болады. Ақша жайлы ақпараттар. Ай сайынғы табыстың 50% тамақ, көлік, кредит секілді міндетті шығынға жұмсалады. Ал 20%-ын депозит ретінде сақтап қойыңыз. Қалған 30%-ы өзіңіз үшін достарымен көңіл көтеру, сұлулық салондары, мейрамхана, дәмхана. Ақша жинауды мақсат еткен кез келген адамға ай сайынғы табысты осылай бөлуге кеңес береміз. Марафон қатысушылары, сіздерге видео ұнаған болса, осы видеодан алған инсайттарыңызды төменге пікірге жаза қалдырыңыздар. Сіздерге пайдалы болғанына өте қуаныштымын. Келесі видеода жолыққанша.